Ассаламу алейкум. Менің атым Әмірлан. Мен 12 жастамын. Бұл менің тұлпарым, аты Хан. Хан тек жай ат емес, ол бірнеше ат жарыстың жүлдегері. Ат баптау үлкен жауапкершілік. Мен Ханды өзім дайындаймын. Жай күндері жалын тараймын, жем шөбін уақытылы беремін. Жарату үшін күнде 1 сағат желдетіп жүгіртемін. Ал жарысқа дайындық басқаша болады. Ең әуелі аттың күйін келтіріп, семіртіп аламыз, жілік майын толтырамыз. Содан кейін жай жүрістен бастаймыз. Әуелі 3-4 шақырым, бір аптадан соң 5-6 шақырым, сосын желіске қоямыз. 3-4 шақырымнан бастап қостырып бойын аша түсеміз. Одан кейін шабысқа көшеміз. Әуелі аз шақырым, кейін біртіндеп көбейтеміз. Бір жарысқа дайындыққа кемі 2-3 ай уақыт кетеді. Жем шөбі уақытында берілуі керек. Қосымша дәрумендер де береміз. Жарыс жақындағанда ең маңыздысы тер алу. Тер алу дегеніміз атты қалың жабумен жауып, шабысқа салып терлету. Жарысқа 10 күн қалғанда толық тер аламыз. 100 күн қалғанда екінші рет. Ал жарысқа 1 күн қалғанда құлақ тер аламыз. Жарысқа дейін соңғы 3-4 күн атты қинамай, жай ғана жүріспен бабын сақтаймыз. Мен үшін Хан жай ат емес, ол сенімді серігім. Оның әр қимылын, тынысын, мінезін сеземін. Біздің мақсатымыз алдағы бәйгелерде топ жару. Рахмет.